Қиянат. Қиянат көзбен де жасалады. Өзге жерлер қиянатшыл адамды еш уақытта жақтырмаған. Қай заманда, қай елде болмасын, қиянатшылдық дұрыс қабылданған іс емес. Қиянатшыл адам ең бірінші өзінің жаратылыс табиғатын бұзып, өзгенің ол адамға сену былай тұрсын, өзіне де өзі сенбейтін халге келеді. Әйгілі ғұлама имам ан-Науи қиянат әрбір істе жаман, отбасына қиянат жасау мал дүниеңе қиянат жасаудан бетер деп қатты жаздырған. Адамгершілікке жат бұл сипат арлы абыройлы мұсылманға тән еместігін алға тартып үлкен күнәдан санаған. Сондықтан да қиянатшыл адамды мұсылманшылықтан аулақ екі жүзді деп бағалап, пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, екі жүзінің үш белгісі бар: сөйлесе өтірік сөйлейді, берген уәдесін бұзады және аманатқа қиянат жасайды. Бұхари Муслим деген хадисін келтіреді. Шариғатта бойынша бейхабар адам артынан жасалған әрбір іс немесе айтылған сөз қиянат деп белгіленген. Имам Қуртуби қиянатты қулық, айла әрі жасырын іс деп анықтама береді. Артынша сөзіне дәйек ретінде Құраннан Алла өзінің қиянаты мен көкжиегі қулықты біледі. Афит сүресі 19 деген аят келтірген. Ас сөзбен жасалатын қиянатқа мынау оқиғады түсіну керек. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Меккені алған жылдағы дұшпандықта шектен шыққан 6 кісінің атын атап түсті. Бұл адамдарды қай жерде көрсеңдер сол жерде өлтіріңдер деп бұйырады. Аты аталғандардың бірі Абдуллах ибн Әби Сарх Османның радиалlahu анху көкесі болатын. Осман көкесін ертіп келіп, пайғамбардан алған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, кешірім сұраған уақытында жерде қарап уақытын емей тұрып қалғанымен Құраннан кешірім береді. Олар кеткен соң жанында араларында орнынан тұрып, мына басын алатын ешкім болмады ма дейді. Онда бірі, Алланың елшісі, көзіңізден бір ишара жасасаңыз ісін білдірер едік қой дейді. Сонда Алланың елшісі, пайғамбарлар көзбен қиянат жасамайды деген екен. Пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, осы бір оқиғасынан қалған жерде өлтірілсін деп зарлы шығарылып қойған адамды алдына келгенде ымдап ишара жасауды қиянат санатына жатқызғандығын көреміз. Ал кейбір ғалымдарымыз жоғарыдағы аятты тәпсірлей келе қармау керек болған жерлерге назар салуды әрі өзге әйелдерге қысқана қарауды да көздің қиянаты деп есептеген. Аллаға және елшісіне қиянат. Құран кәрімнің бірнеше аятында пайғамбарларға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын жасалған қиянат те Аллаға жасалған қиянат деп, пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын жасалған жақсылық деп Аллаға жасалған жақсылық деп бағалағанын көреміз. Әрине, аяттың бұлай қолданылуы пайғамбардың оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын Алла алдында жоғары мәртебесін көрсете керек. Аллаға әрі оның елшісіне жапа шектіргендерді Алла дүниеде де ақыретте де лағнет деп, олар қияметте қорқытылатын азаптың дайындалғанын айтады. Ахзаб сүресі 57 аят. Шындығына келсек, Аллаға жапа шектіру оған зиян тигізуі мүмкін бе? Ал басқа бір аятта пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын қол тапсырып, қасыққаны қаларса соғысуға сөз бергендерді Аллаға сөз бергендерден мақтап, оларға риза болғанын білдірген. Сүресінің аяты оқиға хижреттің 6 жылы Худайбия жері деген жерде болған. Мұсылман жігіттері пайғамбарды оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын және сахабаларды Меккеге кіруге жолда тоқталып болады. Кейбіреулер келу үшін Хазірет Османды Меккеге жібереді. Оның өлтірілгенде жайлы хабар жетті. Бұл уақытта Алланың елшісінің дауыс қалдыратын Османның тегін аламыз қалғанда соғыстан қаршысы пайғамбардың қол тапсырған еді. Осы секілді кімде-кім елшіге бағынса алынған деп бекітілген. Сүресінің 80 аят. Ендеше адам баласының Аллаға қиянат жасауының жөнінен қалайда дінде Алланың сүннетіне қиянат жасауды Алла мен елшісіне жасауға қиянат жасаймыз. Құран кәрімде ей иман келтіргендер, Аллаға және елшісіне әрі өздеріне берген аман фазилетті қиянат жасамаңдар, сендердің мал-мүліктерің мен бала-шағаларың тек Нисаء сүресі 26-27 аят. Ей келген мал-мүліктері мен отбасының аман жасау үшін деп қиянат жасауға кетпеу керектігін ескертеді. Бұл аяттың себебін үміттейтін оқиғалар боламыз. Әйтеуір сандық болысынан пайғамбарымыз болған Алланың салауаты мен сәлемі болсын сахабаларының Бәнү Құрайда тайпасының қоршауға алады да оларға сахаба Алла елшісінің дініне бағынбады деп айту үшін жібереді. Амалдың үстіне тұрған дұшпан онымен кеңесіп Мұхаммедке бесігіне істемек ойы барды сұрағанда бастарында алады дегенді білдіріп кеңірдегін көрсетеді. Алайда тап сол сәтте қаншалықты қиянат жасағанын түсініп сезінді, жалғастырмай ешкімнің жолықпасын пайғамбар мешітіне жол тартып кетеді.
аят түшүп кабар бергиле болуп, неліктен мындай әрекетке баргандыгын суралганда бала-чагасынын сул камалда экендигин айткан. Аятта 3 түрлі кыянат угумы камтылган: Аллага, элчисине жана өзүнө тапшырылган аманатка кыянат жасамоо. Кейбір ғалымдардың түсуі себебі белгілі бір оқиғаға қатысты болғанымен, жалпыға ортақ үкімді қамтитын алға тартқан ғұламаларымыз Аллаға қиянат жасау дегенді парыздарын өтемеу, Аллаға ортақ қосу, тыйым салған істерінен бас тартпау деп тәпсірлеген. Елшіге қиянат сатқындық жасап, оның әмірін орындамау әрі оның үкіміне разы болмау дейді. Ал өздеріне берілген аманат деп адамға тапсырылған міндеттемелер екенін алға тартқан. Аяттың жалғасында айтылған секілді мұсылман адам өзінің бала-шағасы немесе мал-мүлкі үшін Аллаға және елшісіне қиянат жасай алмайды. Ағымдағы орыс соғысы хижреттің 5-ші жылы болды. Құрайш, Ғатафан және Яһуди тайпалары бірлесіп мұсылмандарды түп тамырымен құртуға келген жорықтары болатын. Мұсылмандар қаланы айналдырып орық қазып қойғанда, пайғамбар болған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, Мәдина халқын жинап бірлесіп қаланы қорғаймыз деп келіссөз жасайды. Мәдина қаласының шығыс жағы Бәнү Құрайза тайпасының қамалы болатын. Дұшпанды өткізбеуге келісім жасап, соғыс қызған уақытта келіссөз бұзылады. Дегенмен дұшпан еш нәрсеге қол жеткізе алмайды. Кері қайтарылған пайғамбарымыз болған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, келісімді бұзған Бәнү Құрайза тайпасына бет алады. Олар қоршауға алынған уақыттарында кеңесу үшін өздерінен келісімді бар Әбу Лүбабаны сұрайды. Ол қамалға жақын келгенде әйел бала-шағаны жылатып зарлатып қояды. Өзінің балалары да олардың арасында еді. Оны көрген Әбу Лүбабаның жүрегі дірілдеп кетеді. Мұхаммедтің күніне бағынсақ қалай болады? Не істеу мүмкін деп сұрайды. Ол бастарын алады дегенді білдіріп ишарамен үкімеден көтерілді. Өзінің қиянат жасағанын түсінген ол осыдан соң ешкімге жолықпастан шығып пайғамбардың ішіне бет алып мешіт керегіне өзін байлап қояды да қаладан тәуірін салып болғанын айтып осыны өзінше оқи тұрамын деп ант ішеді. Пайғамбарымыз болған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, мына хабардан неге маған келмеді? Сол үшін кешірім сұрап едім. Құдайдың жатқан Алладан уақиға да күтсін дейді. Арада 9 күн өтті тәубесіне қабыл болғанда жайлы уақи келгенде адамдар сүйінші хабар жеткізіп қарақтанда шешуін алсаңалда Алланың елшісі өз қолымен шешпесе осылай тұрамын деп нақты білдіреді. Пайғамбарымыз ауған Алланың салауаты мен сәлемі болсын өзі келіп өз қолымен босатады. Отанға қиянат. Жер бетінде отан дейтін қастерлі ұғымның қадір-қасиетін білмейтін, тыныштық пен берекені үлкен нығмет деп бағалай алмайтын оқушылар да бар. Өкінішке орай ондай адамдар өз туған топырағын сатудан да тартынбайды. Кешегі тарихқа ой салсақ, жау жапырмақ болғанда қаншама алынбас қамалда қиянатшылдардың кесірінен жермен-жексен болды. Емес пе, қу нәпсінің өзгесін ойламайтын ондай зәңкес адамдар пайғамбар болған Алланың салауаты мен сәлемі болсын заманында болған. Солардан азды мысал келтіре кетейік. Мұсылман бола тұра Алла елшісіне болған Алланың салауаты мен сәлемі болсын құрған дұшпаны, яғни мемлекеттік сырды дұшпанға да келтіріп қойғандардың бірі Хатиб ибн Балтаға еді. Ол Хазіреті Әлидің радиаллаху анху етілген оқиғасын анық баян етіледі. Пайғамбарымыз болған Алланың салауаты мен сәлемі болсын мені Зүбайрды және Миқдат екеумізді Раудат Қақ деген жерге жіберіп, ол жерде бір әйелді көресіңдер, оның жасырған хаты бар, соны әкеліңдер деп бұйырды. Тәпсірші ғалымдардың айтуынша бұл әйелдің аты Сара. Құрайштың азаттық күні ән айтып ойын-сауық ұйымдастырып жүретін. Мәдинаға келгенінде пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын одан хижрет етіп келдің бе деп сұрағанда ол жоқ дейді. Мұсылмансың ба дегенде тағы да жоқ дейді. Не үшін келдің десе, Бәдір соғысында қожайыны өлтіріп қазір оған ешкім мән бермейтін, алға тартып тамақтандыруын және киімдерін сұрайды. Кейіннен Хатиб Балтаға оған 10 динармен бағалай кейін қатты қонақ қатты жеткізіп тұрған. Аталған жерден ол әйелі алып қатты бізге бер деп еді. Менде ешқандай хат жоқ деп ойламайды. Қазір сен толықтай шешімді деген кезінде өрген шашын арасын шығарып берді. Сосын қатты да әйелі бала елшісіне оған Алланың салауатын алып келіп келмеді. Алайда Хатибке неге бұл хатты бердің деп сұрағанда, мен мұны қасымды қиянат жасайын деп я болмаса пайғамбар мен ақыретке сенбегендіктен неміс ағайындарына жанын сақтап қалайын деп жасын едім деп өз айтады. Бұл уақытта әйелдер менің дұшпандарымды да өз дұшпандарымды да оқытпаңдар, олар шындығын қарсы келсе
Құран кәрімнің аятынан бекітілді. Абдулла ибн Убай және жеке басының тағы үшін тіпті елінің құрып кетуіне де есепке алмайды қиянатыл адам еді. Бұл қара ниетті Әбу Амир әл-Аскармен бірігіп Алла елшісі оған Алла сәлем болсын және мұсылмандарды түп тамырымен құртып жіберуге бел байлаған болатын. Әр-Рахиб діндар мұғнан деген мағына. Шам қаласында барып христиан дінін қабылдап, оны халық әр-Рахиб деп атайтын. Дұшпандық жасап талай мәрте соғыстарға қатысқандығы үшін пайғамбарымыз оны әл-Фасих, пасық күнәһар деп атады. Шам қаласын христиан әмірі оған қалғанша жанына әскер көретінін уәде еткендіктен Мәдинадағы досы Абдулла ибн Убаймен келісім келеді. Хабар алып отыру үшін оған қаланың сыртында мешіт салуын бұйырады. Бирар мешіттің салынуының себебі осылай болған еді. Алғашында өзінің мысық пиғылын жасырып мұсылман көрініп жүрді. Дұшпанмен байланыс құру үшін Мәдина қаласының сыртына бір мешіт салады. Бірде пайғамбарымыздың оған Алланың салауаты сәлем болсын алдына барып, о Алланың елшісі, біздің үйіміз алыста, қас қарайса келіп кетуде қиындай түседі. Арамызда қарттар мен науқаскерлер бар. Қаланың сыртына мешіт салып едік. Сол жерге келіп намаз оқып Алланың береке тілесеңіз, ал біз бір қарай сол жерде намазымызды жалғастырсақ қалай болар екен деген пікір айтады. Бәну Әмір ибн Ауф Сайфада Құба мешітін салғанда пайғамбарымыз барып алғашқы намазын оқыған болатын. Бұлар да солай өтінді. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты сәлем болсын келісімін беріп Тәбук сапарынан оралған соң баратынын айтады. Алайда Алла тағала олардың жаман ниетін хабар беріп, ол мешітті Бирар зиян тигізу мақсатымен салған мешіт деген мағынада деп атаған. Алла елшісі оған Алланың салауаты сәлем болсын білген соң бірден адам жіберіп ол мешітті құлатып тастайды. Тәубе сүресінде бұл жағдай былайша баяндалады. Сондай зиян тигізу, қарсы келу, мұсылмандардың арасын ашу және бұрыннан Аллаға және елшісіне қарсы соғысқан біреуді күту үшін мешіт жасап алғандар игілікті ғана қалап едік деп әлбетте анық еді. Алла олардың өтірікші екендігін куәлік етеді. 108 аят. Бүгінгі күні жеке басының нәпсі үшін не болмаса соқыр сенімінің жетігіне еріп өз отаны обасы жасап жүрген сұрқылтайлары куә. Елінің жерінің қасиетін бағалай баянсыз жаққа бет бұрған қаскөйлер бұған дейін де болған. Ал тек Алла тағала елімізді осындайлардың кесірінен сақтасын деп тілейміз.